Сәлем достар, сіздермен бірге ашық корей тілі мектебі. Бүгін біз бірінші кітаптың ең соңғы тақырыбы, ең соңғы бөлімі, ол бөлімін өтіп аяқтаймыз. Және алдағы уақытта екінші кітапты түсіндіретін боламын. Ол қосымша бір пул кючик деген жалпы ережеге бағынбайтын, дұрыс емес етістіктер мен сын есімдер жайлы болмақ, немесе бұрыс етістіктер мен сын есімдер. Жалпы бізге бұл етістіктер ағылшын тілінен белгілі дұрыс емес етістіктер irregular verbs деп айтады ағылшын тілінде. Жалпы кейбір етістіктер мен сын есімдерге белгілі бір жалғау немесе тіркес жалғанса, онда ол етістіктер мен сын есімдердің түбірі өзгереді. Мысалы, қазір мен түбірі өзгереді. Бізге бұл енді ағылшын тілінен бұрыс етістіктер мен сын есімдер деген атпен белгілі. Олардың түбірлері А, Т, Р және П, Р әріптермен аяқталатын етістіктер мен сын есімдер олар. Бұлар бізге таныс, жай осыны қайталап түсіндіріп жатырмын. Ең бірінші П бұрыс етістіктері мен сын есімдерін түсіндіріп өтейін. Деген яғни егер түбірі мен әріппен аяқталатын етістіктер мен сын есімдерге А, Ё немесе Ойо жалғанса, онда түбірден А түсіп қалады. Жаңағы мысалы мынандай сөздер папада, апыда, епыда деген сөздер. Сол егер бізге белгілі, мысалы егер жаңағы ының алдындағы әріп, алдындағы дауысты дыбыс, мысалы алдындағы дауысты дыбыс, дыбыс А немесе О болса, онда айо жалғанады. Папа плюс айо, папайо. Дыбысы түсіп қалды. Мысалы, онырын чон маль папайо. Бұл бірінші жағдай. А мен О болған жағдайда. Екінші жағдай ол бұдан басқа әріп болса, А мен одан басқа болса, онда ойо жалғаймыз. Өте қарапайым. Айо, егер мынандай әріп болса, одан басқа болса, ойо жалғаймыз. Мысалы, епіда. Е дегеннен одан басқа еп. Оның алдындағы дауысты дыбыс. Оны ойо жалғадық. Еп. Еп бойы болады. Мысалы, юнашига еп бойы. Бұл екінші жағдай. Басқа жағдай, басқа әріп болған жағдай. Үшінші жағдай ол, егер түбір жалғыз ғана буыннан тұрса, онда тағы да ойын жалғаймыз. Мысалы, С. С-да. Оның алдында ешқандай не жоқ. Дауыста жоқ, жалғыз ғана буыннан тұр. Оған ойын жалғадық, сойо болады. Мысалы, 저는 친구한테 편지를 써요. Осымен мен осы бұрыс етістіктер мен сын есімдерін түсіндірдім. Бұл ненің бір түрі. Жалпы бұрыс етістіктер мен сын есімдердің бір түрі.
Екінші ол қарастыратын нәрсе т бұрыс етістіктер. Яғни т-мен аяқталатын мысалы т-та, мут-та, кот-та деген нелер сөздер, етістіктер. Осымен олар несі ырға ауысады. Т-лар ырға ауысады, өзгереді. Мысалы, т-таға ойын жалғаймыз де. Жалған кезде ол т ырға ауысады. Т ырға ауысып тұрғая болады. Өткен шақта мысалы т-та осою, тұрғысою. Т-та өлкою, тұройкою. Мынау енді келер шақ, осы шақ, өткен, мынау келер шақ. Мысалы, боттон чибесо ымагыл торғайо дейді. Екінші, жерде мысалдар, т бұрыстығы. Дауысты дыбыс жалғанса, т ырға өзгереді. Соңғы дыбыс т ырға өзгереді. Мысалы, т-та торғайо, мут-та муройо, кот-та коройо. Ал егер дауыссыз дыбыс жалғанса, мысалы, жи, тағандай бар. Жи ана, несіне тұр? Тыт-жи анайо, мут-жи анайо. Өзгермейді. Дауысы жалғанса, өзгермейді. Кот-жи анайо. Т бұрыс етістіктер. Ескерту. Арасында кейбір дұрыс етістіктер бар. Негізі мысалы татта, мысалы патта, митта деген дұрыс етістіктер бар. Олар түбірлері өзгермейді. Жаңағыдай дауысты дыбыспен жалғанса да, мысалы айо, ойо дегендер. Олар жалғанса да түбірлері өзгермейді. Мысалы татта, тадайо, патта, падайо, митта, мидойо деген. Бұлар дұрыс етістіктер. Мысалы, би가 와요. 그래서 창문을 닫아요. Жаңбыр жауып тұр, сондықтан терезені жабамын дейді. Екінші, п бұрыс етістіктері. Келесі. П яғни п әрпімен аяқталатын нелер. Аяқталып, оған дауысты дыбыс жалғанса, мысалы, ойо, айо деген. Айо, ойо деген жалғанса, онда п әрпі уға өзгереді. П уға өзгереді. Ауысады өзгереді. П бұрыс етістіктері де ойы бойынша, ойы жалғауы бойынша жіктеледі дейді. Жалпы оға жалғана береді деген сөз. Енді мысалы, шүйтті. Оны айтымыз ба? Шүйтті. Таны алып тастадық. Оған ойын жалғадық. Мына п-ның орнына біз у-ды жалғасамыз. Шуй плюс у плюс ойо. Шуй ойо. Енді екеуін қысқартып жазған кезде шуй ойо. Мынау осыдан кетіп тұр. Мынаған айналады. Чупта дегенде де дәл солай. П-ның орнына у-ды қосамыз. П-ның орнына у-ды жалғап ойо, чу ойо. Чу ойо. Көбісі чу ойоны чуайоға алмастыруға шатасып айтады негізі. Осы екеуінің ішінде сақ болыңыздар.
айтылуында. Ночи가 추워요. мысалы. және кейбір етістіктер мына жерде тізім бар екен. сын есімдерін. 춥다, 쉬워요, 어렵다, 어려워요, 춥다, 추워요, 덥다, 더워요, 무겁다, 무거워요, 가볍다, 가벼워요. бұрыс етістіктер. сын есімдер. Арасында енді бұл ортасында ерекше етістіктер бар. Ерекше ескерту. Ол кезде п уға өзгермейді. У-ның орнына у емес о-ға өзгереді. П әрпі о-мен ауысады. Ол деген, мысалы, топта деген етістік бар. Көмектесу. Топқа қосасын айоны п оға өзгереді. Плюс айо то екеуін қысқартып жазған кезде то уайо болады. мысалы, чо чом тоға жасайо. Маған кішкене маған көмектесіп жүріңізші деген сөз. Келесі тағы да ескерту екен. Ипта және чопта деген бізде дұрыс етістіктер бар. Етістік емес, сын есім, етістік. Сын есім. Олардың түрлеріне дауысты дыбыстан басталатын жалғанса да түрлері өзгермейді. Мысалы, ипта киім киюді айтады. ипта ойо, адам басқа, амен одан басқа ойо жалғаймыз. ибойо. чопта тар, чобайо. мысалы, 기숙사 방이 좁아요. келесі р бұрыс етістіктер мен сын есімдер. Яғни түбірі р-мен аяқталатын етістіктер мен сын есімдер. Мысалы, оларға бұл кішкене ерекше жалғаумен жалғанса, онда түбірдегі о әрпі түсіп қалады да, мына жерден түсіп қалады. Сөйтеді. Тағы бір р әрпі алдыңғы буынға жалғанады. Яғни алдыңғы буын деген мынау. Соған р-ны жалғаймыз. Мысалы, морда, морда. Оған не екеуін жалғанса? айо. Жалғасақ, р түсіп қалады. Бізге бүйтіп көрсетен бұрын түсіп қалды. Анионды кетіп қалды дейді. Сосын тағы да бір р әрпі алдыңғы буынға жалғанады. Біз мына жерде не қалды? Мо қалды. р айон жалғап қояйық. Тағы бір р әрпі алдыңғы буынға жалғанады. Алдыңғы буын дегеніміз жаңағы нанның алдындағы. 몰라요. мына екеуінен дұрыстап жазсақ. 몰라요. солай, мысалы, пурда тағы да пуры р түсіп қалды. және алдыңғы буынға тағы да бір р-ны жалғадық. пуллоя болады. чарыда кесу. Нәрде шақыру және өлең айту дегенде де айту оған да келеді. чарыда кесу. чары түсіп қалды. және алдына тағы да бір жалғадық. плюс айо, 찰나요. мысалы, 바이러 씨 핸드폰 번호를 몰라요.
мына жерде болу керек екен. 몰라요. 바이라는 텔레폰 номер은 빌미입니다. 노래방에서 한국 노래를 불러요. 가라오케 Корей өлеңдерін айтамын. 불러요. мына жерде кейбір жетістіктер, яғни осы 모르다, 몰라요 болады. 부르다, 불러요. 잘하다, 잘나요. 잘나요. 바르다, жылдам болу дейді. 빨라요. сын есімдер екен. 바르다, 다르다 деген. басқаша. 달라요. енді соңғы бұрыс етістіктермен сын бұрыс етістіктер мен сын есімдері. Әрпін түсіп қалды. Мысалы, егер осыларға, мысалы, лымен аяқталатын сын есімдер мен етістіктер болса, және оған және және сымен аяқталатын бір етістіктер мен сын есімдер шалғанса, онда л түсіп қалады. Мысалы, мантылда. Оған с жерде н-п-с-е дедіге оған с-ны жалғайтын болсақ, р түсіп қалады. Сонда манты с. Мысалы, альда. п-дыр, мнида. Енді келесі неде өтеміз. Кейбір нәрселер келесі сабақта өтеміз. Жаңа келер шақ дегенде де, мнида дегендерді де келесі сабақта, келесі кітапта түсіндіреміз. Альда, оған п-ны жалған кезде амнида болады. және ояғы. Біз мынаны білетін сияқтымыз ғой, кумапсында, камсамында. Килда, ұзын бол. Н-ны жалған кезде л түсіп қалды да, және н астына жалғанады. Кин. Мысалы, кин чима. Ұзын юбка. Білемін, жасамыз дейді. Бұйрық беріп тұр. Сұрап тұр. жасауын. Мысалы, 이것을 오늘까지 만드세요. мынаны бүгінге дейін, бүгінде аяқта деген сөз. 오늘까지. Корея күнде де, ағылшын тілінде де көп қолданылады. By today деп айтады. Бүгінге дейін деген сөз деп айтады. Ол деген сен бүгін күн ішінде, ертең болмай жатып аяқта деген сөз. 제가 바이라 씨 핸드폰 번호를 압니다. мен 바이라ның телефон номерін білемін. 긴 치마를 사고 싶어요. ұзын юбка сатып алғым келеді дейді. мына жерде тізімдері жалпы әрпін түсіп қалды. Мысалы, сада. Сасе요. түсіп қалды. Сал деген. түсіп қалды. Сасе요 деген. Самнида. Санын. Тағы да мынамен басылады. Жылғам тұр. Санын. Бұл енді не деп өтеміз? Екінші деңгейде өтедігіміз. Санын. Осына тұратын, білетін, жасайтын, ойнайтын. 알다. 아세요? 압니다. 아는. 만들다. 만드세요. 만듭니다. 만드는. 예? 놀다. 노세요. 놉니다. 노는. 이 선 있음들. 멀다. 알았어요? 뭐세요? деп кітапта жазып қойды, бірақ енді кисе요 дегенде
Түсіндім. Бұл енді сыпайылықтың белгісі, сыпайылықты білдіреді. Негізі мынау сео деген ол she, ео дегенді қысқартыру негізі. She деген сыпайылық белгісі. Мысалы, мосео деген 선생님 집이 뭐세요? мұғалімнің үйі алыста дегенді. Моро емес, мосео деп. Солай, сыпайы түрде солай айтады. Кейін, мысалы, 선생님 치마가 기세요 деп айтса болады. 뭡니다, 먼 деген алыс, кейін ұзын деген сөз. 깁니다, 기세요. және тағы да бір ескерте кететін нәрсе, ол р әріпімен аяқталатын, сонағыдай р әріпімен аяқталатын нелер, етістіктермен түсінесіңдер. Соңғы р дыбысы негізі р дауыссыз дыбыс, ол дауыссыз емес, дауысты дыбыс ретінде қарастырылады. Мысалы, сондықтан сеоға сео етістігінің орнына сео етістігі шалғанады. Мысалы, сальда. Оған біз андай сео или сеоны жалғайтын болдық. Бізге алдынан белгілі, мысалы, патчим болса, онда сеоны жалғаймыз дедік. Патчим болмаса, сеоны жалғаймыз дедік. Бұл жерде р дегеніміз дауысты дыбыс ретінде қарастырылып тұр. Яғни ол патчим емес. Сондықтан сеоны жалғаймыз. Жерде патчим болмаса, патчим болса деген ереже. Яғни патчим жоқ. Сондықтан біз сеоны жалғаймыз. Сонда сал плюс сео. Және рдан кейін с келіп тұр, тағы да ол р түсіп қалады. Сонда болады ол сео. Дәл сондай себеппен етістіктің түбіріне ымнида жалғанса, ымнида сыңдаймыз. Және н. Біз алдында айттық, келесте түсіндіремін. Патчим. Жерде патчим болма. Патчим болса сымда жалғаймыз, болмаса ымда жалғаймыз. Және дегендердің ымнида немесе жалғанса, деген жалғанса, сонымен қатар ылғайо дегенде жалғанса, дәл сондай себеппен, мысалы, түбіріне ымнида жалғанады, сымда емес, және ын емес, өйткені біз сальда дегенімізді және дауысты дыбыс ретінде қарастырып тұрмыз. Яғни патчим жоқ деп ойлаймыз да. Сонда самнида деген жалғаймыз. Мысалы, сальда дегенде патчим жоқ дейміз да, жоқ болғаннан кейін ымнида жалғадық. Сонда рдан кейін погейден кейін түсіп қалады да, ол самнида дегенге ауысады. Самнида. Дәл сондай, мысалы, мандылда деген кезде ылғайоның орнына мандылкайо деп ауысады. Мысалы, патчим болса мынаны жалғаймыз деп айттық қой. Бұл жерде патчим жоқ деп ойлаймыз да.
ылкайын жалғаймыз. Мына жерде патчи жоқ болған кезде. Жалғанатын жалғау. Осында манды лы түсіп қалған. Және мына жерде ылкаю тағы лы бар. Каю. Осында манды каю болады. Осы дұрыс форма. Жалпы осы қысқаша біздің осы бірінші кітапта өткен дұрыс емес етістіктер мен сын есімдерді жалпы қайталасақ осындай. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Енді келесі екінші кітапқа көшетін боламыз. Екінші кітап үшін ұзақтау 16 бөлімнен тұрады екен. Сол екінші кітапты біткеннен кейін сіздер күнделікті қарапайым өмірде кездесетін сөздерді айтып түсіне алатын боласыздар.